Сәлем оқырман, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін түріктің пиццасы, яғни пиде дайындайтын боламыз. Өте дәмді болады. Соңына дейін көріңіздер. Жылы суға қант пен тұзды қосып, ерігенше араластырып аламыз. Қант пен тұз ерігеннен кейін сұйық майды да құятын боламыз. Оны да жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін дрожж саласыздар, яғни свежий болу қажет. Және ұнның барлығын салып, қамыр илеймін. Қамырымыз біркелкі болғанша илейміз. Өте әдемі, орташа тығыздықтағы қамыр шығатын болады. Және илеп болғаннан кейін коврикке түсіріп, тағы да қалған қалдықтарын қосып бір илеп алсаңыздар болады. Қамыр жинақталып, өз қалпына келген кезде қайтып ыдысқа салып, оның үстіне сұйық майды құйып, жақсылап тағы бір илеп басып жіберетін боламыз. Және пакетке салып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін бөліктерге бөліп алу қажет, және осылай сопақшалау қылып пиденің формасына келтіру керек. Дайын болған пидені табаға салып, оның үстіне сұйық майды жағып аламыз. Май жағып болғаннан кейін, оның үстіне сырды, яғни менде моцарелла сыры, сулугуни сырында пайдалансаңыздар болады. Пиденің формасын шығарып, жан-жағын бүктеу керек. Осылай видеодағыдай қылып жасасаңыздар болады. Пидені ең жоғарғы пештің градусына қойып, 10-15 минуттай пісіріп алу қажет. Пиденің формасына келтіргеннен кейін жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағу қажет. Осылай видеодағыдай кесичканың көмегімен жағып шығасыздар. Ортасына бір жұмыртқа салып, пешке салып пісіріп аласыздар. Міне өте керемет дәмді болып шығады. Міне кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Жан-жағын бәрін кесіп, ортасындағы жұмыртқаға батырып жеу қажет. Өте дәмді, жұмсақ қамыры және сыры да үзіліп тұрған осындай әдемі пиде дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен Салтанат. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.